Selam barşаңызға. Бүгін сіздермен лағманның қамырын жасау жолын көрсететін боламын. Алдымен суымызды құйып аламыз. Оның үстіне бір шай қасық тұз салып, дұрыстап араластыратын боламыз. Тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Салқын су болу керек. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, қатты қамыр илейтін боламыз. Суымыз аз болып қалса, шетіне су құюға болады. Байқасаңыздар, мен ешқандай да су құйған жоқпын. Барлығы бірге бір болды. Онда суда. Сіздер егер ұныңыз көп болып кеткен жағдайда су құюға болады. Осылай қатты қамыр илейміз, июі қанғанша. Сосын қамырымызды пакетке салып, 15-20 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Июі қанған қамырымызды алып, осылай үстінен басып, лағманның қамырына дайындайтын боламыз. Сіздерге осы жерде бір кеңес айтып кетейін. Лайфхак. Сіздер қамырдың тез жұқа болу үшін осындай оқтаумен жайып жіберсеңіздер болады. Жайып алған қамырымызды кесіп аламыз барлығын. Осылай барлығын біркелкі етіп, тез-тез кесіп алатын боламыз. Жаңа кесіп алған қамырларымызды енді екі азғантай ғана май жағып, жайып шығатын боламыз. Видеоға ешқандай жылдамдық қосқан жоқпын, барлығы сіздерге түсінікті болу үшін. Жылдамдатпай, анық көрсетуге тырыстым. Осылай жайып алып, ыдысымызды майлап, ыдысқа ұлу тәріздес етіп қойып шығатын боламыз. Жайып алған қамырдың үстіне азғантай май жағып, оны пакетпен бетін жауып, тағы да 15 минутқа тұндырып қоятын боламыз.
15 минут сынған қамырымызды ашып, ең бірінші жасаған қамырымыздан бастап алып жаятын боламыз.
Жайып алған қамырымызды бір қолымыздың ішінен бір қолымыздың сыртынан алып отырып, осылай қолымызға орап алатын боламыз. Оны столдың үстіне ұрып, қайнап тұрған суымызға салып 1-2 минут қайнатып алатын боламыз. Суымыз қайнаған және тұз қосылған болу керек. 2 минуттан кейін қамырымызды алып, ыдысымызға салып, май жағып құйып қоятын боламыз. Бізде қамырымыз осындай болып шықты. Мұздай суға салудың керегі жоқ. Майланған қамырды осылай үстелдің үстіне жайып, суытып алып, морозилкаға қатырып қойсаңыздар, кез келген уақытта жасап жей беретін боласыздар.